Сондай-ақ аудан басшысы Бекзат Болатбеков бүгін тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Әкімдікке барлығы 10 азамат келіп, өздерін толғандырған сауалдарын жеткізді. Басым көпшілігі тұрғын үй мен жер кезегі мәселесіне қатысты өтініштерін айтты. Қордайлықтардың талап тілегі тыңдалып, тиісті жауаптар берілді. Толығырақ бейнематериалға зер салыңыздар. Әкімнің жеке қабылдауына келген азаматтардың бірі Ауқатты ауылының тұрғыны Әлішер Абдыжапарұлы. Ол 2014 жылы 5 гектардан астам жер телімін мемлекет қажеттілігіне байланысты өз еркімен өткізген. Қазіргі таңда қария сол жердің орнына тұрғын үй салуға арналған жер учаскесін сұрап отыр. Аудан басшысы азаматтың өтініші мұқият тыңдап, заң талаптарына сәйкес бұл мәселені оң шешудің мүмкін еместігін түсіндірді. Ауыл шаруашылық мақсатта егістік жер қажет болса, арыз шағым бересіз мен атыма. Біз сізге қарастырып береміз. Ол жаңағы ауыл шаруашылық мақсатында. Тұрғын үй жүргізуге, үй салғанға, бұл басқа мәселе. Жер кодексінің талабына сәйкес кезекпен беріледі. Ол жерде жасқа қарамайды, мысалы. Әр Қазақстан Республикасының азаматы заң шеңберінде жер алуға құқығы бар. Бұдан бөлек қабылдауда орталық көшелерде жасанды жол кедергілерінің пайда болғандығы айтылды. Азаматтық белсенділік танытқан тұрғынға алғысын білдірген аудан әкімі сала мамандарына тез арада мәселені анықтауға тапсырды. Ал қос ұлының азаматтық ала алмай жүргені жанына батқан қарияға да әкімдіктің қолдауымен заңгер көмегі көрсетілетін болды. Мына мәселемен кішкене жүгіру керек. Біз қазір сізге заңгер тауып береміз. Осы жерден. Балаларыңыз дайын ба осы жұмысты бірлесіп істегенге, бітіргенге? Сол кісілерге өздеріне керек қой бұл. Конечно, сол документ үшін. Болды онда. Жалпы қабылдауға келген 10 азаматтың әр мәселесі жіті қаралды. Көтерілген сауалдар ескерусіз қалмау үшін жауапты сала мамандарынан нақты тапсырмалар берілді. Нұрдәулет Мұса, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.